90-шы жылдар дүниежүзінің 6-дан 1 бөлігін қамтыған Кеңестер империясының уығы шайқалғанда дүниенің астан кестеңі шықты. Ел-елде, жер-жерде мафия, рэкет дегендер пайда болды. Қазақстанда да ұйымдасқан қылмыстық топтар көбейді. Сөздің шыны керек, қазақ батыры қайсы, досы қайда, дұшпаны қайсы екенін ажырата алмайтын халге жетті. Қамалды, атылды, кейбіреуін жықтық, көзін құрттық. Сол тұста қазақ жігіттерінің қаһары күшейгенін, қожайынның елде өз екенін ескертіп, кеуде қаққанын қаламайтындар көп болды. Бірақ олар бір нәрсені ескермеді. Қазақтың ұлы қашанда қайсар екенін, тамырында намыстың қан ойнап тұратынын, қаршадай баласына дейін қасқырша қасқайып, намысты қолдан бермейтін рухы ұлы ел екенін ескермей қалды. Стоять! Стоять! Белая камрюха твоя, ее и поставишь. Справедливо? Сөйтіп, сол тұста ақырған арыстан мен аюға қарсы тұратын қарымды қауқары бар қазақтың көкжалдары пайда болды. Қос Сабыр Мүсілімұлы мен Махметов, Қаныбек пен Несіпбай, Серік пен Бақыткелділер Нұрғазыұлы Қаныбектің рухына, ия Алла, бағыштадық, ия Алла. Елбасына екіталай күн туса, атқан оққа кеудесін тосып, тура барған, әлсіздерге қорған болған, астындағы жалғыз атын жаяуға тастап кете беретін Жомартжан Қаныбектің есімі 90-шы жылдар бүкіл Қазақстанға белгілі болды. Шибөрдей басқа ұлттың өкілдері жағы қаптап жүрген кез болады. Ұзынағашта орын алған тамыз оқиғасына түрткі болғанда осы фактор еді. 89-да шығып бастады деймін. Да. Негізі оқиға болды ғой, чешендерді Ұзынағаштан қуып. Біреу білер, біреу білмес. Ақын Есенқұл Жақыпбековтің "Біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі" деген әнінің шығуына осы Қаныбектің ерлігі түрткі болған. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің төресі. 1996 жылға дейін Жамбыл облысында Қаныбектің сөзі жүріп тұрды. Сол өңірдің кәсіпкерлерін қорғаштап, салық та жинады. Ешкімге мойын сұнбады. Ақыры қарсыластарының қолынан қаза тапты. Бетін тұмшалап алған бір топ адам Қаныбекті үйінде отырған жерінде 7 рет атып, жер жастандырады. Сен жанбасаң, мен жанбасам, кім жанады лапылдап. Әр жігіт қолынан келгенін істесе өзінің ауылы үшін. Біздің бүкіл Қазақ Республикасы өзінің дегеніне жететініне мен толық сенемін. Дәл сол уақытта оңтүстікте Сабыр Мүсілімұлының да есімі дүркіреп тұрды. Кез келген түйткілді шешу үшін жұрт Сабырдан ақыл сұрайтын. 90-шы жылдар түрлі қылмыстық топтар онымен санасып отырған. Ол халқының еңсесін көтеру үшін түрлі заңға қайшы әрекеттерге барады. Шымкентті қарасаң, мысалы, көп ақша істейтін склад болсын, заправка болсын, овощной магазин, ет магазиндер болсын, көбісі өзбектер. Олардың столовойлары нелерінде жаңағы ыдыс жуып, қолын жуып жүрген қазақтың қыздары. Сұрастырып берсем, туысқаның ғой? Мысалы, өз жерінде өз жейді. Ол нормальный тірлік істеймін. Олар нормальный тірлік істеу үшін сондай атмосфера создавать ету керек та. Өз елінде өзі қожа екенін сезінетін ол үшін
жігіттер бірігіп сес болу керек өзі. Сабырдың даңқының асқақтауы қарсыластарына ұнамады. Полиция да оған жиі шүйліге бастайды. Ақыры өз істеріне жауап бермегені үшін 3 жылға темір торға тоғытылады. Сабыр қамалған тұста қылмыс әлемінің серкесі болып, Алматы облысының тумасы Бақыткелді шығады. Бақа фестивальдің есімі ел есінде қатыгездігімен қалған. Өйткені ол өзімен санаспағандарды аямады. Әсіресе Алматы қаласында әмірі қатты жүрді. Ойынханаларды, бизнес ошақтарын өз қарауына алудың қамын қылды. Бірақ бұл тірлігі ресейлік дөкейлерге ұнамады. Дегенмен Бақа фестиваль олардың ешқайсысына бас имеген. Тіпті өзге елдің сен тұр, мен атайын дейтін мәртебелі мырзаларында тақырға отырғызады. Елде жүргендеріне күн көрсетпей қуып шықты. Бірақ бұл дәуірде ұзаққа бармады. 1993 жылы оған тіс қайрап жүргендер Бақаны 4 көмекшісімен бірге үйде отырған жерінде жарып жіберіп мерт қылады. Бұл Қазақстанда рекеттерге жасалған ең бірінші қастандық болатын. Бірақ бұл қылмысқа кімнің қатысы болғаны жұмбақ күйінде қалды. Бақадан кейін аягөздік Несіпбай Нәсеновтің есімі ел арасына тез тарайды. Несіпбай десек білмеуіңіз мүмкін, бірақ қылмыс әлеміндегі лақап аты Саралмазды әлі күнге көпшілік ұмыта қойған жоқ. Оны Ресейдің авторитеттері мойындап жандарына тартты. Бірігіп жұмыс жасайық деп ұсыныста тастаған. Бірақ Несіпбайдың өз көздегені болды. Ол бірнеше адамнан тұратын ірі ұйымдасқан қылмыстық топ құрып, облыста өз саясатын жүргізе бастайды. Білетіндер оның Қытайдың бір аймағына да өз әмірін жүргізіп отырғанын айтады. Ал түпкі мақсаты ұстағанның қолында, істегеннің аузында кеткен қазақ жерінің табиғи байлығын өз тобының қолына алу болған көрінеді. Саралмастың аты асқақтап тұрғанда Алматыда Қаралмастың аты қатар шығады. Бірақ Заманбек Нұрқаділовтің немеренісі жалғанды жалпағынан басып, ұзақ жүре алмады. Қапыда көлік апатына ұшырап, мезгілсіз қайтыс болады. Сол тұста бұл жағдай туралы саясаткер бірнеше мәрте өз туысының біреулердің ықпалымен бақилық болғанын, өзін қорқыту үшін туысына әдейі қастандық жасалғанын айтқан. Ал Саралмаз болса, кейін 7 жылға сотталады. Қаралмаз да мықты. Саралмазда жаңағы Талғат Атабаев мықты спортсмен жігіттер ғой бәрі де. Спортсмен мықты арқары жерге тимеген. Олар қазаққа талай жақсылық жасап кетті. Талай ағаларына, інілеріне, бауырларына жаңағы олар бөлінген жоқ қой. Біз негізінде о кезде 90 жыл біз ұруға жүзге бөлінген жоқпыз. Біз қазақ болдық. Сол кездегі үзеңгілес достарын еске алып отырған кикбоксшы Сабыржанның атынан да 90 жылдары ат үркетін, қарсы келгенін қалпағын қайқайтып, қайрандап жүргендердің тас-талқанын шығарған. Әрине біз қазақтарды қорғап, қазақтармен бірге болып, біз қазақпыз ғой, біз өз елімізде басқа келімсектерге билеткізген жоқпыз, билеткізбейміз. Қазақстан кикбоксингін ғаламат зор биікке көтеріп, қазақ жекпе-жегінде ешкімнен жеңілмейтінін төрткүл дүниеге паш еткен саңлақта бопсалаушы деген айтпен темір торға тоғытылады. Бірақ дәл сол кезде оған негізсіз айып тағылғанын айтады өзі. Мені 7 жыл беріп 6 жыл абақтыда отырдым жаңағы. Ол әттеген әрине жазықсыз. Өз елінде жазықсыз отырған ол өте не екен жаңағы ауыр. Бұлай қарағанда білмей қалден шыладым. Өзінің бүкіл жерін сындырып неткенде жаңағы бұлай қарағанда көрдің бе? Денені сындырса да рухымды сындырмайтын. Біз ана қасқырды шешем арқылы айтады, қасқырды тіріде терісін алсам да қынсыламайды деп. Саралмаз тез ақталып шығады, мемлекет кешірім береді. Бірақ жұрт оның бұдан кейін бопсалаушы емес, заңды түрде кәсіппен айналысады деп болжаған еді. Алайда Саралмаз екеуін де жасамады, бірден шетелге тайып тұрады. Дәл сол тұста оның темір торға тоғытылуына себепкер болған Федор Ким есімді полиция қызметкері белгісіз жағдайда мерт болады. Оның өліміне Саралмаздың қатысуы болуы мүмкін дегендер болды. 1998 жылы Несіпбайдың өзі де өмірден өтеді. Барселонадағы виллалардың бірін паналаған Саралмаз қарақшылардың қолынан қаза табады.
Ол дүниеден озғанда оның орнын басылатындай азаматтың табылуы қиын болды. Одан кейін жуан жұдырықтылар ұсақтала бастады. Тіпті қарапайым жұрттың жағасына жармасып, әлсіздерге әлімжеттік жасайтын жігіттер тобы пайда болды. Мына талонды беріп, бізге 100 000 теңге алып кетті біз өзімізден. Мен бастықпын деп келген. Бізге аренда десем мә дейміз, аренда десем мә деп жинап береміз. Біздерге әр бутке 30 000-нан, 40 000-нан, 100 000-нан, 150 000-нан да шейін барады біздерге. Ай сайын сонда. Бермесеңіз, буткаңды көтереді. Елім дегендер қамын жегендер, адал өрендер, намысы қайнағандар, ел үшін ар үшін қайратын қайрағандар, қазақтың бағы үшін. Сақтан алашым иманың жиғанын байқа аңғалым, жартылар жанашырды, досылар жаманды, әзәзіл аярлар бар, айырар арамды. Бәріміз енді арлан болмаймыз, бірақ та ши бөрі емес, шакал болмайық жаңағы. Әйтеуір бір бөрілердің бір несі ұйқысы болайық жаңағы бір неде. Бір бөрі болайық, арлан болмасақ та, бәрі арлан болмайды ғой. Асыл елім, сүйеніш асқарым, қайсар қалпыңнан айныма мұнарда бір айбарлы асқағым, жауыңа мұңарда бір серпілсін аспаның, серпіліп көк аспанның сергісін санасы. Елмеңгер бізге аманат, Аллаштың баласы. Елмеңгер бізге аманат, Аллаштың баласы.